Жасанды интеллекттің мүмкіндіктері көп. Біз қазір ChatGPT арқылы Kaspi Pay'дің договорына анализ жасап көреміз. Енді мына жерде өте көп зат жазылған, енді көпшілігі бұны оқымайды, оқығысы келмейді или түсінбейді. Мен де әрине сондай, сондықтан бұны оқып керек емес. Себебі қазір жасанды интеллект арқылы бұның бәрін біз анализден өткізе аламыз. Ол үшін мен договорды жүктеп алдым және компьютерден және мен осы договорды ChatGPT-ге жүктедім. Қазір біз осыған анализ жасап көреміз. Енді бұған біз ChatGPT-ге айтсақ болады. Жалпы мына договор бойынша мен не істей аламын, не істей алмаймын. Немесе қандай подводный камендер бар, соны тексеріп көрейік. Қазақша жазуға болады, дегенмен ол қатты түсінбейді, сондықтан орысша жазайық. На этом қате жазсаңыз да түсіне береді. На этом договоре есть ли какой-нибудь подводный камень? Деп жаздым и жібереміз. ChatGPT одан кейін әрі қарай не істейді? Договорды жүктеді. Одан кейін бұған анализ жасап көреді. Анализ жасап көргеннен кейін бізге невыгодно болуы мүмкін, осы сұрақ бойынша бізге осындай пункттерді көрсетеді. Және мына жерде бізге шығарып берді. Енді бұның орнына сіз кез келген договорды жүктесеңіз болады. Қазіргі жағдайда мен Kaspi Pay'ді жүктедім. Немесе кредит алатын болсаңыз, міндетті түрде договорды жүктеп алып, ChatGPT-мен айналдырып көріңіз. Ол жерде сізге нақты көрсетеді. Яғни халық банк болсын, кез келген банк, Kaspi банк сізді әрі қарай лоханут ету вероятность төмен деген сөз. Енді Kaspi Pay мына жерде жазып қойған. Изменения в договоре в одностороннем порядке. Короче, сізде договор беріледі, сол договорды бұл Kaspi сіздіге айтпай-ақ өзгертіп жіберуі мүмкін. Мына жерде міне сол туралы жазылған, бірақ оны әрине біз оқымағандықтан біз оны білмейміз. Әрине 5 күннің ішінде сізге айтады деп тұр, бірақ енді айтқан кезде де бұлай өзгертейін деп жатыр едік енді. Келсесің ба, келіспейсің ба деп сізден ешкім сұрамайды. Просто өзгерттік, соны айта салайын деп едім деп айтуы мүмкін. Одан кейін мына жерде мысалға Kaspi Pay'ге несанкционированный доступ алатын болса, біреу оған Kaspi жауап бермейді. Әрине оған бұл енді дұрыс деп ойлаймын. Енді Kaspi-дің өзі, егер сіз пароліңізді біреуге беріп қойып, сол кіріп Kaspi Pay'дан өзінің шотына ақша аударып ұрлайтын болса, оған әрине адамдардың өзі кінәлі. Пристановление оказания услуг. Короче, Kaspi Pay қолданатын болсаңыз, бір күні ашасыз, Kaspi Pay почему-то жұмыс жасамаған. Договор бойынша бұлар сізден сол қызмет көрсетуді тоқтата алады. Причинасын сұрайсыз, неге тоқтаттыңдар? Мен күнде саудам жасап отыр едім, сауда жасай алмай қалдым деген секілді. Бірақ договор бойынша олар сізге түсіндіруге міндет емес. Короче, бір әйтеуір причина болды. Мына жерде возврат комиссияға қатысты да жазылған. Енді Kaspi Pay'мен айналысатындар болса, комиссияның не екенін түсінетін шығар деп ойлаймын. Мен айналыспағандықтан нақты түсінбедім. Мен түсінгенім бойынша оператор может не возвращать комиссию за свои услуги. Если покупатель произвел возврат платежа по причине нарушения обязательств со стороны партнера. Мысалға сізге мен түсінгенім бойынша мынадай. Клиент бір деген алады, бірақ кейін возврат істейді. Сол төлеген үшін негізі Kaspi комиссия алады, осы комиссияны сізге кейін бермеуі мүмкін. Әрине, егер ол үлкен сума болса, кішкене сізге минус болуы мүмкін. Көріп отырғандарымыздай, искусственный интеллектінің жалпы мүмкіндігі өте көп. Мына жерге мысалға договордың орнына басқа зат жазсаңыз да болады. Мысалға, мен не істегенім дұрыс, не істей алмаймын деген сияқты. Қандай подводный камень бар деген тексеріп көрдік. Бұның басқа да мүмкіндіктері көп. Мен сізге өзімнің Telegram каналыма жазылуды ұсынамын. Бұл әрине ақылы курс, бұл ChatGPT бойынша және жасанды интеллект бойынша деуге болады. Бұл енді курс деп тұрғанымызбен осындай ақылы доступтағы Telegram канал болғандықтан алдағы уақытта басқа да курстар, сабақтар қосылатын болады. Оған жазылу үшін міне осы видеоның астында сілтеме тұр, соны басып WhatsApp қойсаңыз болады, немесе WhatsApp номер көрсетілген, соған хабарласыңыз міндетті түрде. Мына чатқа доступ болатын болсаңыз, яғни Telegram каналға, соның ішінде ChatGPT-ге қатысты
сабақтар бар. Қалай қолдану керек, мысалға қалай қолдануды бастау керек, қалай дұрыс промпт жазу керек, инструкциямен, жадымен қалай жұмыс жасау керек деген секілді. Бүгін ғана мысалға мен ChatGPT-ді қалай тіл үйрену үшін қолдануға болады, соған қатысты өзімнің мына жерде міне сабағымды қостым. Алдағы уақытта Google Gemini бойынша да сабақтар қосылады, Perplexity сияқты мысалға әртүрлі осы ChatGPT-ге қатысты жасанды интеллект сондай чат-боттар бар, соған қатысты да біз сабақтарды қосатын боламыз. Сондықтан мына Telegram каналға міндетті түрде жазылыңыз. WhatsApp номер осы видеоның астында. Соған өтіп хабарлассаңыз сізге доступ берілетін болады.